Кәсіпкер әрі Қайрат Нұртастың досы Қанат Көпбаев Инстаграмдағы парақшасында әншінің 5-ші перзентінің жынысын айтты. Жұлдыз Әбдікәрімова өзінің дүниеге әкелген сәбиін жынысын айтпай, жұрттан жасырып жүрген болатын. Қайрошты бүкіл отбасымен сүйіп тыңдаймыз. Үлкені де, кішісі де қызыңның бауы берік болсын деп жазды ол. Айта кетейік, атақты жұп Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова шоу-бизнестегі жас жұбайлардың отбасылық өмірі көптің назарында. Қазір Жұлдыз 5-ші сәбиін дүниеге әкеліп, отбасының қуанышы еселенген кезеңде. Бұл аналық пен ата-аналық бақыттың ерекше тұсы. Жақында Жұлдыз Әбдікәрімова 5-ші баласын дүниеге әкелгені белгілі болды. Бұл отбасы үшін жаңа қуаныш, ал көпшілік үшін құрмет пен қызығушылық тудырған оқиға болды. Жұлдыз жүктілігі жайлы ашық жазба жазған соң желіде жағымсыз пікірлер де туындаған. Жүктілік сізді қатты қартайтып жіберген сияқты, бетіңіз боп-боз сияқты сыңайлы пікірлер жетіп жатыр. Актриса бұл сындарға жауап қатпастан тек скриншоттарын жариялап, оқырмандарды ойланып қарауға шақырды. Жүктілік әйел өміріндегі ең нәзік, ең құнды кезең. Мұндай сәтте сынау емес, қолдау қажет. Көптеген оқырмандар Жұлдызға шын жүректен құттықтау білдіріп, моральдық қолдау көрсетіп отыр. Адамзаттың мейірім мен түсіністікке шын мәнінде зәру екені талқыланды. Актриса өз парақшасында эмоциясы мен ойларын ашық жеткізе білді. Ол бұл сәтте тек қолдауды ғана емес, үлкен мейірім мен түсіністікті сезінуді армандағанын айтты. Жұлдыз Әбдікәрімова отбасында 4 баладан кейін 5-ші сәбиін дүниеге әкелді. Қайрат Нұртас екеуінің отбасында қазір 5 бала, үлкен қуаныш. Бұндай көп балалы отбасы қоғамда бірқатар пікірлер тудыратыны да анық. Жұлдыздың бұл жағдайы көптеген аналарға үлгі болары анық. Оның сабырлығы, күш-қуаты және ата-аналық рөлі әлеуметтік жағынан маңызды мәселелердің бірі. Бұл тек қана жеке отбасының емес, тұтас қоғамның қызу талқылауына айналды. Жұлдыз Әбдікәрімова тек қана бақытқа лайықты. Оған үлкен бақыт пен денсаулық тілейміз.